Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde hakkul muslimi alel muslimi hams. Müslüman bağırının aldında 5 mindeti var dedi. Adam balasının Allah'ın aldında mindetleri var. Müslümanın ata-anasının aldında, balanın әке-шешесinin aldında mindetleri var. Сол сияқты Müslüman bağırının aldında 5 mindeti var eкен. Солардың біріншісі Raddus selam. Müslüman bağırınız sizге сәлем берген кезде жауап қайтару Müslümanның bir mindeti eкен. Сәлем беру сүннет амал. Ал оған жауап қайтару вәжіп екен. Yani егер sizге сәлем беріп тұрса, оны танымаймын деп қырсығып, маған сәлемім керек емес деп жауап қайтармай қойсақ, күнә арқалайды екенбіз. Бұл сәлем мәселесі өте маңызды. Алла Тағала Құранда Ниса сүресінде Бисмиллахир-рахманир-рахим "Ва иза хуйитум битахиятин фахайю биахсана минха ау руддуха". Сіздерге сәлем берілсе, тура сол сияқты немесе одан да көркем түрде жауап қайтарыңдар дейді. Müslüman bağırыңыз ассаламу алейкум деген кезде не сол сияқты ва алейкум сәлем деп жауап қайтару керек, немесе одан да көркем түрде ва алейкум ассалам ва рахметуллах немесе ва баракатухын қосып жауап қайтарсақ, одан да көбірек сауап алады екенбіз. Бұл бірінші міндеті. Екінші міндеті ва иядатул марид. Müslüman бауырыңыз, yani өмір болғандықтан, әртүрлі жағдай болғандықтан сырқаттанып ауырып қалған жағдайда ол кісінің жағдайын сұрау мұсылманның міндеті екен. Сырқаттанып ауырған кезде телефонмен болады, немесе барып қал жағдайын сұрау мұсылманның міндеттерінің бірі екен. Үшіншісі ваттибаул жанаиз. Мұсылман бауырыңыз дүниеден өткен кезде жаназасына қатысу, жерлеуіне қатысу мұсылман адамның міндеттерінің бірі екен. Төртіншісі ижабату дауа. Müslüman бауырыңыз сізді шақырған кезде, біреу қонаққа шақырады, біреу бір қайғыға шақырады, қандайды бір қажеттілігін үшін сіздерді шақырған кезде мүмкіндік бойынша, егер бара алмасаңыз да жағдайын түсіндіріп, бірақ мүмкіндік бойынша бару мұсылмандардың міндеті екен. Сізді шақырады, бәріміздің мұсылман бауырымыз бар. Сізді шақырған кезде соған жауап қайтару, соған бару мұсылманның екінші бір міндеті екен. Бесіншісі вәтәшмитул атис. Müslüman бауырыңыз түшкірген кезде жауап қайтару, яғни ярхамукалла деп сүннет бойынша, қазақша сау бол деп айтамыз, солай жауап қайтару мұсылмандардың бір міндеті екен. Бұл кішкентай нәрсе сияқты көрінгенімен, бұл да бір мұсылманның міндеттерінің бірі екен. Оған ешқандай мен танымаймын деп түшкірген кезде үндемей отыру, ол мұсылмандыққа жатпайды. Оған қазақшалап сау бол деп айту ешқандай қиын емес. Сау бол деп, аман бол деп айтсақ, иншалла мұсылмандар бір міндеттеріміздің бірінен құтылады екенбіз. Екінші бір хадисте, Müslim'de келген хадисте, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 6-шы жағдайды қосқан, яғни мұсылман бауырыңызға насихат айту, ол да бір мұсылманның міндеті. Адасып жүрген мұсылман бауырыңыз болады, немесе бір қателік жасап жүреді, сол кезде үндемей отыру дұрыс емес екен. Мұсылман бауыр ретінде оған тура жолды көрсетіп, дұрыс-бұрысты көрсету, ол да бір мұсылман адамның міндеттерінің бірі екен. Алла Тағала осы естіген хадистерімізге амал етіп, мұсылман бауырларымызға иншалла осы міндеттерімізді әрдайым толықтай өтеуді Алла Тағала нәсіп етсін. Ва ахир дауана анил хамдулиллахи раббил алемин.